Anacığım. Jettim. Jettim. Hananastana. Jettim. Роза ханым, қалыңыз қалай? Ой. Роза ханым, қалыңыз қалай? Ескертпей келдіңіз ғой. Неме, саған ескертіп келуім керек пе? Келіңіз отырыңыз. Жоқ, анау енді біз дайындалып түскенде қарсы алып бұлай фа-фа-фа, музыка, дастархан деген сияқты. Қойшы Сәбиті. Ана суынан күш. Су? Қазір. Су. Роза ханым, тыныштық па? Есқали арыз жазды, үстіме. Есқалидың арызынан әбден қорқапсың ғой? Ескертпей келдіңіз аяқ асты. Оның үстіне келе сап су сұрайсыз. Әбден қорқыттыңыз ғой? Су демекші. Мына судың 1 литрі $50 тұратынын біліп пе едің? Қойыңыз, сіз де қатырасыз. Бензин емес қой бұл, шай су қой бұл. Арықтан ағып жатыр ғой бізде. Сәбит, неменеге жетісіп көріп отырсың? Қатырасың дейді ғой маған. Кешіріңіз. Қалжың тап қой енді. Немен саған қалжыңдау үшін келді дейсің бе? Енді неге келдіңіз? Қазір. Қысқасы былай. Мына ауылды жою керек. Болды. Ертеңнен бастап қалай жою керек? Көшіру керек бәрін. Қайда? Білмеймін. Аудан орталығына, басқа ауылдарға. Кім қайда барғысы келсе сонда? Мен ше? Не сен? Мен кімге әкім болам? Сен аудан орталығына барасың, менің орныма. А сіз ше? Ол мен жоғарға барам. Қалай көшіреміз? Ауылда жұмыссыздық. Аудан орталығынан өте алыс. Болашағы жоқ ауылдың тізіміне кіргізіңдер деп өтініш жасасын. Мен? Иә, мен ба енді. Соң кейін? Комиссия келеді, тексереді. Сонда мына ауылдың жағдайы өте нашар екенін сен дәлелдеуің керексің. Роза ханым, ауылдың жағдайы жақсы. Негізі өтініш комиссия. Мүмкін емес тұр. Сәбит, мүмкін емес дүние жоқ. Дұрыстап ойлан. Ал қолынан келмесе, қолынан келетіндерге тапсырам. Сосын өкініп қалма. Болды, мейімді қатырма.